Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Адырбекова Гүлзат. Мен Жамбыл облысы, Тараз қаласы тұрғынымын. Мен Тараз қаласында облыстық перинаталдық орталығында жұмыс жасаймын. Отбасымда жолдасым, ұлым, 2 қызым және 3 немерем бар. Жолдасым құрылыспен айналысады. Қыздарым, үлкен қызым балалармен бала тәрбиесімен үйде отыр. Кіші қызым сұлулық салонында жұмыс істейді. Ұлым темір жолда жұмыс жасайды. Жұмыс жасай бердіңіз, қанша жыл жұмыс жасайсыз? Мен 30 жыл. 30 жыл жұмыс жасаймын. Ол роддом ғой, қателеспесем? Иә, перзентхана. Перзентхана. 30 жыл. 30 жыл деген ой, айтып кетеді, 30 жылдың ішінде сіздің мысалы коллективіңіз, семьяңызға жақын болып кеткен шығар, 30 жылдың ішінде бізге жұмысыңыз жайлы айтып берсеңіз, мысалы күнделікті жұмыста күніңіз қалай өтеді? Қаншалықты, қандай жұмысыңыз? Тұрып, әрдайым тұрып жүресіз бе, әлде отырасыз? Отырамын. Жұмысты мысалға ертең сағат 9-да барам. Жұмыста отырам. Мен в основном статистика бөлімінде істегеннен кейін мен компьютерда отырам. Санақ қой біздікі, енді санаймыз, қанша әйел босанды, соның нелерді, доношный, недоношный деп бөлеміз балаларды. Сол в основном жұмысымыз отыру сағат 5-ке дейін тұрмаймыз. Обед кезінде де тұрып, келесі бөлмеге барып отырып, шайымызды ішіп қайтып кеп тағы да жұмыста отырамыз. Көбінесе отыратын жұмыс. Қозғалмай отырғанымыз кемшілігі сол шығар. Содан кейін көпшілікпен жұмыс жасаймыз. Көбінесе қазір в основном вируспен ауырған әйелдер көп келеді. Сондай кемшіліктер. Қорқасың енді, жасың келгеннен кейін жұқтырып алам ба, не деп көбінесе қорғаныспен жүреміз ғой. Мен денсаулығым сол 40 жасқа дейін жақсы жүрдім. 42-43 жастарымда басым көп ауыратын болды, өт жолдарым көп ауыратын болды. 1-2 жолы Сарыағашқа барып, суын ішіп қайтқан кезім болған. Жұмыстан сұрап, путевкамен барып қайтқан кезім болған. Одан кейін 46 жасқа келгенімде, алдымда өзім бауырым, 2 жас үлкен бауырым дүниеден өтті да, сол кезде қатты стресс алдым. Сол стресстен кейін басым көп ауыратын болды. Осы ламифарент ішкенімде сол кезден басталды. Менің 4-5 жылға кетіп баратыр, үзбей ішемін. Одан кейін осы жақын арада тағы да өзімнен кейінгі інім тоже өмірден өтті да, енді жан бар жерде қаза бар деген. Ол да тура сол бауырымның жасында, 47 жасында, тура жаңа жылдың алдында өмірден өтті да, сол тағы да сол стресс тағы маған қайталанды. Сонымен өткенде тағы да ламифарен алып ішкенім, сол үзбей ішіп жатырмын. Ламифарен ішпесем, ұйықтай алмаймын. Ішсем, жақсы ішем, сол ұйықтап, сондай. Онан кейін таблеткалар ішкім келмейді, таблетка. Бірақ қозғалысына аяқ, буын, қазір кішкене қанның қоюлығы бар ма деп ойлаймын. Жақын арада қанды өткізіп көрдім, 500 граммдай қанды өткіздім. Қан айналым дұрысталсыншы деп. Сол кезде мен внезапно болды да, операцияның үстінде внезапно қайтыс болды да, кіргізіп, мені бауырыңыз кетті деді. Сол кезде менде резко уже мына жерімде буынған сияқты сондай не қалды да, и мына жерімде түйін қалды. Сол кейін үлкейді да, жұтынамаймын. Түнде ұйықтап жатқан кезде сол мені қысады. Ол қысқан кезде жүрегімді де қысады. Солай зоб болды, одан УЗИге барып түсіп едім, сізде зоб уже токсический, на нервной почве шыққан токсический зоб. Жоғары қарай көтерілгенде, этаждан көтерілген ғой, сол кезде ұстайды. Сосын көп сөйлемеймін, сөйлеген кезімде першение болады да, жөтелем, іштен қысады. Сол басылып жоқ болып кеткен. Емделіп, ішіп, қоям ба, болды енді ішпейтін шығарым деп жүргем. Сөйтіп енді жақында даусымда байқайтын шығарсыз, ғырыл пайда болды даусымда. Осы ғырыл, осы бауырым кеткелі, мына жаңа жылдың алдынан бері осы ғырыл кетпейді менен. Сосын түнде сондай буынулар осы жақында 2-3 күн болып қалды. Сол буыну кішкене басылды, бірақ жұтынып не қылған кезде ауырып, сондай іштен өзіме білінеді осы зобым көтерілгені. Мен ламифаренді бірінші бір әжемізге алып бердім. Бір әжеміз естіпті осы асыл арнадан. Сөйтіп сол кісіге алып бердім дағын. Содан кейін өзім де ішіп көрейінші деп, соны
өзім де іштім. Жаңа составын десін интернетте отырғаннан кейін күнде жұмыста ашам ғой. Ашамда ламифареннің составын, ол неге көмектеседі, қандай несі бар, соны ашып қарап отырдым да, мына маған керек нәрсе екен ғой деп алып іштім. Содан жаңағы постоянно сол 4 құтысын заказ берем. Бір сол 4 құтыны ішіп біткеннен кейін уже мен сездім. Ұйқым уже не қылды да, сергек. Сосын кейін жүрген кезде де тершеңдік не бәрі кетеді. Жақсы сезіндім, өзім жеңіл сезіндім да, буындарымның ауырғаны несі. Өзі сосын кейін папилломаларым кетіп қалды меніңші. Мойында, құлақтарымның артында майда-майда қара папилломалар бар етін. Содан мен өзім ойладым, өзім медикпін ғой, түсіндім, что мен печенім тазарды, қандарым тазарды, папилломалар кетіп жатыр. Содан түсіндім дағын, қасымдағы адамдарға да айта бастадым. Қасымдағы қыздар да 4 құтысын алайық, 2-ден шиік, 6 құтысын алайық, 3-тен шиік деп. Сөйтіп, сонымен заказ қайта-қайта заказ алып, қасымдағы отырған қыздар да сөйтіп, мамаларын алып беріп. Бірінші сол стресс болған кезде төбемде шашым қалмай, шашым түсімен әр нәрселерді, мен краскадан көрдім, неден көрдім. Сонымен мен эндокринологтан, солардан сұрадым да, шашым, ол стресстен түсті сізде деді. Төбемде кәдімгі ойылып, шашым жоқ болып түсіп қалған болатын. Сол ламифареннен балапан шаштар шығып, шашым орнына келді. Шашым кәдімгідей түсіп қалған болатын. Сосын зрением жақсарды. Компьютерда отырам ғой. Биыл очки алған кезде, былтырғы очкиімнен биыл очкиім өсіп кеткен шығар деп ойлағам. Наоборот, менің зрением артқа қарай. 2-де 5 етін, 2-де 25. Кәдімгідей артқа қарай берген. Жақсарған ғой зрениемші. Сондай результат болды, мен де айтпақшы ұмытып кетіппін. Мен осы ламифарен орталығына көп-көп рахметімді айтам. Мен денсаулығымды жақсарттым. Одан кейін немерелерімді, Дора Маринді де алып бердім. Ол немерелерімде жүрді, немерелерім көмегін көрдім. Ламифарен орталығына рахмет айтам. Және ламифаренді алыңыздар деймін. Балаларыңызға, семьяларыңызға алып пайдаланыңыздар, пайдасы бар. Ол дәріге де жатпайды бұл ламифарен. Және қазір қоспа дейді ғой, оған да жатпайды. Академиктің, Шармановтың қолы тұр, сертификаты бар. Қорықпай алып іше беруге болады. Рахмет ламифарен орталығына.